Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге сырный гренки дайындайтын боламыз. Гренкиімізді дайындау үшін бізге ең алдымен сыр, жұмыртқа және батон наны қажет. Батонымызды бірнеше бөліктерге бөліп, біркелкі етіп турап аламыз. Нандарымызды бөліп кесіп алған соң, әрбір кесекті осылай ортасынан кесеміз, себебі оның ішіне сырымызды салатын боламыз. Сырымызды теркадан жақсылап өткізіп аламыз. Одан соң жұмыртқамызды ыдысқа жарып алып, оған сәл тұз сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Кесіп алған нанымыздың ішіне сырымызды саламыз. Сырымызды салып алған соң, шетін жайып басып, жұмыртқаға ойнатып аламыз. Жұмыртқаға екі бетін бірдей жақсылап ойнатамыз. Жұмыртқаға ойнатып алған соң, қызып тұрған майымызға салып, екі бетін кезек-кезек қуырып аламыз. Әрбір гренкиімізді осылай майға жақсылап қуырып аламыз. Біздің сырный гренкиларымыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын.